Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Ақбұл ауылында орналасқан Баймырза Бесбаев мектебі білім саласындағы жетістігі мол өнегелі оқу орындарының бірі. Басты мақсаты жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру болып табылатын білім ордасында бүгінде 97 мұғалім еңбек етсе, мектеп оқушыларының жалпы саны 855-ке жетіп отыр. Аталмыш мектептің 2021-2022 оқу жылында көрсеткен жетістіктерін таныстырып өтсек. 5-6 сынып пән олимпиадасы бойынша 6 А сынып білім алушысы Дүйсен Мадияр аудандық кезеңде ағылшын тілі пәнінен 1-ші орын, облыстық кезеңде 3-ші орынға ие болса, 6 Г сынып білім алушысы Тұрсынбек Нұртөре орыс тілі пәні бойынша аудандық кезеңде 1-ші орын, облыстық кезеңде 1-ші орынға ие болды. Мектеп оқушылары облыстық және республикалық ғылыми жоба байқауында 9-ші сынып білім алушысы Әбдіқұл Әсем телериоз ауруы және олармен күресу шаралары тақырыбында облыстық кезеңде 2-ші орын, 10-шы сынып білім алушысы Сауран Гүлзат Қабдешмаділовтің соңғы көш романындағы жергілікті ерекшеліктердің қатысымдық стилистикалық қызметі тақырыбында облыстық кезеңде 3-ші орын. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсында 10-шы сынып білім алушысы Сауран Гүлзат 2-ші орын, үздік ғылыми жоба номинациясы бойынша 8-ші сынып білім алушысы Жылқышан Ұлдана облыстық кезеңде 2-ші орын еншіледі. Менің отаным Қазақстан облыстық слет байқауында 8-ші сынып білім алушысы Қуатбек Мерей туған өлке сопақтары бағыты бойынша 1-ші орын, 8-ші сынып білім алушысы Жылқышан Ұлдана туризм, спорт, денсаулық, демалыс бағыты бойынша 1-ші орын, 7-ші сынып білім алушысы Нұрмағамбет Алмас туристік түйіндер бағыты бойынша 1-ші орынды иеленсе, республикалық деңгейде Жылқышан Ұлдана туризм, спорт, денсаулық, демалыс бағыты бойынша 3-ші орынды қанжығасына байлады. Республикалық елбасы медалы жобасының 3-ші орын иегері 10-ші сынып білім алушысы Сауран Гүлзат. 9-11 сынып оқушыларының облыстық пән олимпиадасы бойынша Әбілхан Ерсұлтан 10-ші сынып оқушысы география пәнінен 2-ші орын, Сауран Гүлзат 10-ші сынып білім алушысы қазақ тілі пәні бойынша 3-ші орын, Қыстаубай Ерсін 11-ші сынып білім алушысы құқық пәні негізінен 3-ші орын, Сабырбай Жансая 10-ші сынып білім алушысы орыс тілі пәнінен 3-ші орын, Толекова Нұргүл 10-ші сынып білім алушысы алғыс хатпен марапатталды. Дүйсен Мадияр 6-ші сынып оқушысы ағылшын тілі пәнінен 3-ші орын, Тұрсынбек Нұртөре 6-ші сынып білім алушысы орыс тілі пәнінен 1-ші орын, Каникул Бауыржан 6-ші сынып білім алушысы дене шынықтыру пәні бойынша 1-ші орын, Қылышбай Кәусар 6-ші сынып білім алушысы дене шынықтыру пәні бойынша 1-ші орын, Тілеумұрат Аслай 6-ші сынып білім алушысы дене шынықтыру пәні бойынша 1-ші орын, Баку Майра 6-ші сынып білім алушысы дене шынықтыру пәні бойынша 1-ші орын, Қалдыбек Олжас 6-ші сынып білім алушысы дене шынықтыру пәні бойынша 1-ші орын, Үсіпәлі Арсен 6-ші сынып білім алушысы дене шынықтыру пәні бойынша 1-ші орын. Келесі кезекте республикалық пән олимпиадасының жүлдегерлері Әзімхан Аяулым 11-ші сынып оқушысы қазақ тілі пәні бойынша 2-ші орын, Сауран Гүлзат 10-ші сынып оқушысы Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиеті оқушыларының республикалық олимпиадада қол жеткізген үшін марапатталды. Сауран Гүлзат 10-ші сынып оқушысы 4-ші абайтану олимпиадасында 1-ші орынға ие болды. Сонымен қатар оқушыларымыз облыстық, республикалық түрлі жарыстарда мектеп мәртебесін асқақтатып жүр. Айтар болсақ, 8-ші сынып білім алушысы Сансызбай Еділ облыстық кезеңде тұлпар мініп туалған байқауында ер едіге батыр жырын жаттауда 2-ші орынды қанжығасына байлады.